Ендігін айтуға да біз ұлтшыл болып кетеміз бе деп қорқамыз. Ол ұлтшылдық емес. Ол мемлекеттік мүдде үшін керек. Түбі әрбір азамат қазақ тілін жоғары өзінің мәртебесіне қойса, ол мемлекеттік мүдде, мемлекеттің азаматтарын біріктіруші тіл. Мемлекеттік тілдің азаматтарын біріктіруші тіл, ол мен ағылшын тілін білмегендігім, немесе басқа өзбек тілін білмегендігім болуы мүмкін. Өзіме қажетіне қарай басқа қажет тілді өзім үйрене беремін. Менің жұмысыма, кәсібіме қарай қажет тілді мен үйрене берем. Бірақ мен осы мемлекеттің азаматы ретінде, мен қандай ұлттың өкілі болсам да, осы мемлекеттің туын сыйлайтыным сияқты, мен мемлекеттік тілді меңгеруім керек. Біз осы санаға бүкіл қазақстандықтарды жеткізуіміз керек. Мына конференция, міне осы шешімді ойда айтып отыр. Астана мемлекеттік тілдің тұғыры деген, мына Астананың 10 жылдығына сәйкестендіріліп, Астананың 10 жылдығы жоспары көлемінде өткен осы бір кезеңді конференция. Осы конференциядан кейін біздің үкіметтің өзі, премьер-министрімізден бастап, бүкіл министрлеріміз, бүкіл депутат, бүкіл парламент қазақ тілін сөйлеуге шұғыл бетбұрыс жасайды деп ойлаймын. Тілді үйренуге болады. Тілді, егер қажет десеңіз, тілді өте жақсы үйреніп кетуге болады. Бірақ қажеттілік болмаған жерде еш уақыт үйренбейді. Айта бер, ол қажеттілікке кірмесе, мысалы үшін, мемлекеттік қызметке кіру үшін сіз қазақ тілін міндетті түрде, өзіңіздің кәсібіңіз деңгейінде бір көлемде емес, міндетті түрде білу керек деген заңға кірсінші, тәжірибеге кірсінші, қазақ тілін бәрі үйренеді. Бәрі үйренеді. Міне сондықтан да қазақ тілінде оқыту мемлекеттік мәртебелі тіл болғандықтан ол тілде үйрету жоғары тұру керек. Қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, балапанын баптап өсірген ғой. Сайраш Әбішқызын да бүгінгі жас ұрпақтың тәрбиесі, олардың келешегіне қатысты мәселелер ешқашан бейжай қалдырған емес. Біз өзіміздің қазақтығымызды сақтап, ерекше болып тұрамыз ғой. Сондықтан да мен өзімнің қандастарымның осыған қайран қалам. Және бар ғой, мен жастарға емес, жастар өзімнің қатарластарыма қайран қалам. Мына кейде енді қатар сөйлесіп отырғанда әжелерге айтам, ана немереңізге қазақша сөйлессеңізші, ертең оған қазақша тіл керек болады. Сонда обалы болады ғой, бөгет болады. Өз балаңызға қазақ тілін үйретпегеннен кейін бөгет болады. Сіз қайта қазақша сөйлеп кішкене оның ыңғайына көшпей, өз ыңғайыңызға көшірмейсіз бе? Бала ғой қазір деп сөйлесем, енді түсінбейді дейді. Түсінбейді емес, өзінің тілі орысшаға тартып тұрады. Өзі орысша сөйлегенді жеңіл көріп тұрады. Жас келіншектерге де айтам, автобуста қуатым деймін, мына балаға ертең қазақ тілі керек болады. Бұл бала ертең депутат болып сайлауға түседі. Болашақта мүмкін елбасының сайлауына түседі. Біздің конституциямыз бойынша екі тілде сөйлеу керек. Ал енді сонда қазақ тілін білмей тұрса, өміріне бөгет қой. Бүгін мына біз отарлық жүйеден шыққан еліміз ғой. Бүгін орыс тілі басым болғанмен, төптің түбінде қазақ тілі басым болады. Төптің түбінде қазақ тіліне көшеміз, бір мемлекеттің азаматы деген санаға көшеміз. Сол кезде мына балаға бөгет болады ғой. Бұл бала ертең елбасына, елдің қызметіне келеді ғой деп айтады. Конституция бойынша 18 жасқа дейінгі баланың қай тілде оқитыны, қай мектепке баратыны ата-ананың қолында. Ешбір мектеп сіздің балаңызды мына мектепке беріңіз деп айта алмайды. Ата-ананың қолында. Қай тілде оқитыны, қай мектепке баратыны. Ата-ана егер өзінің қазіргі ауласында, конституциялық заң бойынша, мысалы үшін өзінің тұратын ауласында, өзіне жақын үйіне жақын жердегі мектепте оқу орыс тілінде болатын болса, мен сізге назар аударамын. Орыс мектебі деген Қазақстанда мектеп жоқ. Оқу орыс тілінде, оның тіліне байланысты, ол орта мектеп паспорты, құжаты. Сонда оқу орыс тілінде жүретін мектептің барып, мына мектептен қазақ тілінде оқытатын сынып ашыңыз деп талап етуге қақысы бар. Міне ата-ананың құқы. Бұл конституциялық құқы. Осыны білмейді ата-ана. Біздің көп ата-ана білмейді осыны. Сіз неге талап етпейсіз десе, қалай талап етем? Онда қазақ сыныбы жоқ қой дейді. Айтып түсіндіре алмайсыз. Ол баланың жәнегі құқығын таптаған болады. Ата-ананың өтінішін орындамаса, ана баланың құқығы тапталады.
құқығын оның баланың адам ретінде, осы отанның азаматы ретінде, оның құқын орындамағандық, оны елемегендік болады. Конституциялық құқы атана барып талап етуі керек. Менің балам қазақ тілінде оқысы келеді, мына орта мектептен қазақ тілінде сынып ашылсын деп.